Хатиша, Денислам, балаларым беркендерші. Балаларым мен бір ғой. Біз папаң екеумізді жұмысқа командировкаға шақырды. Біз енді біраз күнге басқа қалаға кетіп бара жатырмыз. Біз сөйтіп папаң екеуміз командировкаға кетіп бара жатырмыз. Біз Асылай тәтенің үйіне кетеміз ба? Жоқ, сен Асылай тәтенің үйінде қонақ бар екен. Хафизаға, Хадишаға ол үйде сосын әжең бежіре алмайды, так что ол үйге бара алмайсыңдар. Енді сол үшін мен сендерге өзім няня жалдадым. Ана жоқ. 3 күнге. Ана біз жоқ. Хадиша мен Хафизаға қарай аламын мен өзім. Не болды? Неге настроениелерің жоқ? Тамақ бар, тамақ істеу керек, үй жинау керек. Ол сен еркек баласың, оның бәріне үлгере алмайсың. Сол үшін бүгіннен бастап келеді 3 күнге. 3 күн көп болса 3 күн деп ойлап отырмын өзім. Я? Ана жоқ. Неғып күнде няня шақырасыз? Енді няня шақырмасақ сендер қорқам ғой мен тастап кетуге. Үлкен кісі болғасын кішкене удобно болады маған. Кейін сендерді уайымдап, переживать етіп жүрмеймін. Үлкен кісі болса мен сендерді уайымдамаймын, қастарында үлкен кісі болса. Сол үшін сендерді няня жалдап тастап кетіп отырмын. Біздің алдымыз няня үлкен біз ғой бізді. Енді сендер үлкен болғанмен сендер үйді, тамақты бежіре алмайсыңдар. Оның үстіне мен де өзім де уайымдамаймын. Болды, балалар болды. Енді қаласыңдар дегесін қаласыңдар. Денислам, Хадиша, енді сендер Хафизаға қараңдар. Няняға көмектесіңдер, жарай ма? Келді. Сәлеметсіз бе? Осылай ма? Я, келіңіз. Қалыңыз қалай? Келіңіз, кіріңіз. Кіріңіз. Міне балалар, осы сендердің няняларың. Қалғанда қазір не істейсіңдер ғой? Қазір өздерің танысып аласыңдар. Сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Карина. Карина, сіз мынау Хадиша, анау Денислам, мынау Хафиза. Жарайды, балалар. Танысып аламыз. Мен ана жақтағы заттарымды жинай берейін, я? Иә. Анашым, няняның көзінің светі ауысып жатыр. Қойшы, қайдағын айтқан нес? Ана аяғына қарансаңыз, екі түрлі носки алған ғой. Носки? Енді адам болғасын өзінің әртүрлі несі бар сияқты ғой. Өзі бір әдемі киініп алған, оқытушылар сияқты әдем болып, бір тәрбиелі адам сияқты. Сендер үйтіп біреуден деп көре бермеңдер. Ол жақсы адам шығар, сендер адамды сырттай білмейсіңдер ғой. Көзі, ол адам ғой, ол көзі өзгермейді. Жай сенің көзіңе солай елестеген. Ал болды, мен балалар. Болды. Балаларым, ал мен сендерге Хафизаны тапсырдым. Денислам, сен үлкен болғасын Хадиша мен Хафизаға қара. Хадиша, сен Хафизаға. Ал балаларым, жақсы, сау болыңыздар. Мен кетті. Карина, мен сізге тапсырдым балаларымды. Пока. Айындамаңыз, сіз келем дегенше. Я, пока. Карина, Карина, неше сіздің көзіңіз неше түрлі болып жанады? Менде ондай ештеңе болған жоқ, менде бәрі алғаш кіріп келеді. Бағана сіздің көзіңізге қараған кезде сізге көзіңіздің светі жанды ғой. Ой, осыға елестеген шығар. Карина ханым, сіздің аяғыңызда не ғой? Ой, ол менің өзімнің стилім ғой. Жарайды. Жарайды. Стиль болмайды ғой. Yok. Gel Habize. Tabii yakta kalsın. Ой, балда, жүндерек бәріміз бірге ойнайық. Karina, siz dostunuz özgür kötü kıyasınız. Ой, ол менің атам ғой, просто құлағы дұрыс естімейтін еді. Менде ондай ештеңе болмады ғой. Kötü söylüyorsunuz olur mu? Ой, Siz
енді жоқ сияқты. Менде бар ғой, бірақ қымбат та бұл егер. Сосын сіздер көрмегенсіздер, бұл басқа әлемде сатылады ғой. Қымбат әлемде ма? Ой, мен сумкама іске қойыңыз. Балалар, келіңдер. Бәріміз бірге бір ойын ойнайық. Келіңдер, мен саған месіндегі қазір түсіндіремін бәрін. Келіңдер, отырыңдар ана жаққа. Бізде қазір білетін шығарсыңдар, білмейсің. Балалар, қазір менде ше, қазір сендер маған мына жерге бір зат жазасыңдар, ал мен сендерге уже жазып қойдым, ал жаза беріңдер. Болыңдар ма? Жақсан. Қандай қылып істейміз? Кездің астына қойып қойыңыз. Мен тірімін ба? Адаммын ба? Жоқ. Мен адаммын ба? Я. Сен ше адам ба? Я. Екеуміз адамсыздар. Мен жерде жүрем ба? Жоқ. Мен спорт түрімін ба? Я. Мен жұмыс істеймін ба? Я. Сен жұмыс істейсің. Енді сіз сұраңызшы. Мен құспын ба? Жоқ. Мен футболистпін ба? Я. Мен ұстазбын ба? Я. Ал енді мен кім екенімді білейін. Кім ба? Сіздің көзіңіздің түсіне қарап сол сөз істедік қой. Мен жоқ. Жасылға да осады, сондайға да осады. Балдар мен суш келген, е? Жұмып қасыңыз, қайтып қашады. Ана қарасай. Балалар, мен сендерге бір қызық нәрсе айтайын ба? Мамаларың айтпайсыңдар ма? Ал, істемейді. Мыналар менің ғаламда тұратын адамдар. Шашың дейін бөлшіт болып қапты ғой, келмесің сіңкілікте. Хотя де шашыңды дұрыстап әдетінен берейін. Шашың бөлшіт болып. Сен болды қызаған? Қатша, мен іздедім. Мен саған не болды? Ал барам. Қатша, оян. Іздедім. Барлығын жолайтын мені көрдім. Көрмең, қара көрмең. Қатша. Жүсі саған не болды? Мүттір оқты. Сөйлесің. Менен барым деп тұр. Не үшін? Gel, hadi Nisam sen de geç bir neyse айтуым керек саған. Не үшін? Кел. Енді менің айтқанымды ғана істейсің. Ал. Тоқта. Әлемде сақина арқылы жүрмін. Сол сақинаны жер бетінен тауып берсеңдер, мен үйлеріңнен тыныш қана кетемін. Басқа планетадағы сақина еді. Мен жер бетінде сол арқылы жүрмін. Енді жер бетінде соны жоғалтып алдым. Бергендер, мен соны сендердің мамаларың тауып алған деп естідім. Значит, бұл бір осы жақта үйде соны тауып беріңдер, мен бірден кете саламын. Мен сол сақина үшін келдім бұл жаққа. Кеттік аяқты іздейік. Няня, сақина, няня, сақина.
сол сақинаны тапсам, өз планетама оралғым келеді. Кетем. Мына аналармен инопланетяне екенін қойды. Не істесем? Балдар, сақинаны таптыңдар ма? Иә. Менің сақинам! Енді бұлардың комментарий береді. Так, мен сумкам қайда? Бұлар білмей тұрғанда мен кетейін. Ой, ана кішкентай жоймай қойыпты. Келесі кездескенше сау бол.